Шымкент қаласы Абай ауданына қарасты жедел елді мекені еліміздегі ерекше әрі өнегелі бастамалардың бірін қолға алды. Мұндағы дүкен иелері мен тұрғындар спирттік ішімдіктерді сатудан өз еріктерімен бас тартқан. Ішімдіксіз өмір салтын таңдаған ауыл бүгінгі қоғамға айтарлықтай үлгі бола алады. Ал бұл бастамаға жергілікті әкімдік, жауапты орындар мен қоғам белсенділері қолдау білдіріп отыр. Ауыл ішіндегі дүкен иелері мен тұрғындар ішімдіктің зияны туралы ашық пікірлесіп, салауатты өмір салтын қолдайтындықтарын жеткізді. Белсенді сатушылар аз пайда үшін ұлт болашағын құрбан етуге болмайды дейді. Шара аясында полиция мен әкімдік өкілдері бірнеше дүкенді аралап, ішімдікті сатуға тыйым салудың маңызын түсіндірді. Ішімдікті сатумен бірге қоғамдық орындарда оны пайдаланудың да заң алдында жауапкершілігі барын ескертілді. Жедел елді мекенінде ішімдіксіз ауыл қатарына қосып, сол ішімдіксіз ауыл ретінде ары қарай үрдісімізді жалғастыру болып жатыр. Мына ол ішімдіксіз ауыл дегеніміз жастарға өсиет, насихат, жастардың семьяның бұзылмауына, жастарымызды зорлық зомбылықтан сақтауға, келешекте балдардың бақытты да баянды денсаулығы мықты болып толуына атсалысып, осы акциямызды жүргізіп жатырмыз. Бұл ауылда негізі 4-5 дүкен бар, бірақ ешқайсысы сатпайды. Өздерінің тиісті сататын қағазы бар болғанмен де сатып атқан жоқ қазір. Соңғы осы көп айтқанда бір 8 ай болды, совсем қойды. Себеп қазір сондай көркейіп, гүлденіп, жайнап, жасынап атқан елімізде ажырасуды азайту, зорлық зомбылықты азайту, жастардың түнде жүруін, төбелес жанжалдың бәрін азайту мақсатында ауылымызды содан тоқтатып тұрмыз. Ішімдіксіз ауыл қатарына қосып келатырмыз. Жедел елді мекені қалаға іргелес жатқанымен өзінің ерекше ұстанымымен көзге түсіп отыр. Ауыл тұрғындары дүкен сөрелерінде ішімдік тұрмасын деп шешкен. Бұл әкімдіктің пәрменімен емес, халықтың өз қалауы. Жергілікті кәсіпкерлерді табыс емес, тәрбие мен ұрпақ келешегін таңдаған. Ауылдағы әр дүкеннің есігіне кірсеңіз, ішімдік сөрелері бос. Бұл ел ішінде қалыпты көрініске айналған. Сатушылардың айтуынша, алғашқыда қарсы пікір болғанымен, уақыт өте келе көпшілік түсіністік таныта бастаған. Қоғам белсенділері бұл бастаманы басқа ауылдарға да таратуды көздеп отыр. Мектепке қарама-қарсы болғаннан кейін біз оқушылардың тек солардың жейтін тамақтарын сатамыз, ауылдың жаңағы тұтынатын заттарын. Негізімен дұрыс деп ойлаймын. Алкоголь вообще сатылмаса. Жақсы ғой, барлығы арақ шараптан бас тартып, сатылмай, бәрі андай қазіргі заманға сай өмір сүру керек деп ойлаймын адамдар. Бұл арақ шарапсыз да саудаң жүреді, арақ шарапсыз да өзің ісің жүреді. Арақ шарап жүрген жерді мен өзім де ұната бермеймін, сатқанды. Адамдарға да алмауын, басқа да дүкендерге арақ шарап сатпауын кеңес беремін. Ішімдіктен бас тартуға бағытталған мұндай шаралардың маңызы зор. Бұл ел болашағы саналатын жас ұрпақтың тәрбиесіне, қоғамдағы тәртіп пен тыныштыққа, отбасы құндылықтарының нығаюына тікелей